Sabahımızı başlayız. Әдемі отырамыз. Қазір бізде қандай сабақ? Күндерің қандай? Жақсы. Керемет па? Иә. Бірінші осы керемет жақсы көңіл-күйде біз қазір математика сабағымызды бастайық. Ертке қараймыз. Балалар, үйге қандай тапсырма берілген еді? Осы үй жұмысын бастап тексерместен бұрын балалар, өткен аптада қандай мерекені тойладық? Ал осы аптада біз енді Бауыржан Момышұлы туралы не білеміз? Аружан. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсан күні туылып, 1982 жылы қайтыс болған. Дұрыс. Қай жылы туылған екен балалар? Оның неше? 111 екенін қалай есептедіңдер? Ал Ерасыл 1982 қанша болды? 111. Дұрыс. Яғни біз осы аптада біз қай күні деді желтоқсаны? 24 желтоқсан күні 111 жасқа толуын атап өтеді екенбіз. Тағы да не білеміз? Ал тағы да Есенай, тағы да Мейір. Бауыржан Момышұлы анасынан ерте айырылған. Ерте айырылған екен. Тағы да Жансұлу, сен айтасың. Бауыржан Момышұлы әскери шенді қызметкер, ол халықтың қаһарманы болған. Дұрыс. Тағы да Жомарт енді кеп. Ерте өткендіктен ол әкесі қосылмасының қолында тәрбие алған. Дұрыс. Неге Момыш деп аталып кеткен? Жұрттар Момыш деп атап кеткен. Неге? Мейір айтып беріңізші, неге Момыш деп аталып кетті ол? Ақмарал, оқи ғой. Сызбаны және есепті шығарудың әртүрлі тәсілдерін қарастырды. Не дейді? Қарастырмас? Дұрыс. Тезіз қарастырмас. Оларды түсіндіріп қолданып, кезіндегі арақашықтықта тану формуласын жазды. Арақашықтық формуласын жаз дейді. Яғни, ал не берілген бұл тапсырмада? Жасын оқиды. Екі ауылдар бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Арманның жылдамдығы 14 км/сағат, ал Әлиянікі 12 км/сағат. Олар 2 сағаттан кейін кездесті. Екі ауылдың арақашықтығы қандай? Жақсы. Яғни балалар бізде сызбаға қараймыз, қаламсатты қоямыз, қолды тоқтатамыз, келесі тапсырмаға үлгеріп отырамыз, иә? Әр топ өздерін ұпай жинауға талпынып, өзінің білімін де көрсете біліңдер. Мұнда сызбаға қараймыз. Не бейнеленген? Бір-біріне қарама-қарсы келе жатыр, иә? Дұрыс. Ал енді қандай есебі? Ал не белгісіз болып тұр? Ол кезде біз қай формуланы қолданамыз? Кітаптарың бар ғой, балаларынан көтеретін. Қай формуланы қолданасың? Біз арақашықтық табу. Уақыт, арақашықтық табу формуласын және өлшем бірліктерін білеміз, иә? Ендеше келесі. Ол үшін бірінші топ
Bak ketdi. Tez o'qishdan keyin to'xtatib qo'yamiz. Sizdan bag'rini chiqarib Hadi ayting deb o'rtaymiz. Uydu bölümünü biliyor musun o ya? Yani. Hayır, doğru sonuçta koyuyorsun. Hayır, otur, al toplar. Buradan, kuşu, onunla So'nggi noldan аяқталғандардың нөл кездескен кезде ережені білеміз ба? Жылдан қысқартуды? Иә. Бөлгіштегі неше нөл болса, бөлгіште сол нөлді ақтан етеміз ба? Ойымызды сеп болса, қазір келесі тапсырма тез жұмысты орындаймыз, жүкпен орындайсыздар. Аяз, дәптерін бір шетке қоя тұрамыз. Керек жоқ бұл оқыда орнаса кейін формулалар қой. Балалар. Төрт жауаптың қайсысы? Кітапта қарамайсыз, кітапта жоқ ол. Бұны дүние тану, жарамыз танымы кітаппен жұмыс істейміз ғой, иә? Кітаптың қажеті жоқ, жұттасын жылда. Аяқтамай жауабын жазып болмай айтпа маған. Бірінші не істедің? Мән қанша болды? Мәні 26 болды. 20 одан кейін екінші тәсілім 26 жақ. Неге жақ деді? 26 неге жақ болды? 26 Өлшемді қара. Мына жердің қатесің. 52 не болу керек? Бізде жақта тек формулада ғой.
babalar. Durs peki? Evet. 5 kilometr. Endi javobni jasay. Apa ini? Javobni jasay. Shibal. Mana ko'rsat. Jo'mart javobi yozilsa aytmoqman. Javobi yozilmasa javobni yozsin. Bola javobida so'z ber, yozmasam sen to'xtab turib boshlamaysan. Jaraydi. Turib qol. Hadi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Muşin bittiğim duş yazmagasın. Bırak balıçınadır. Esip tutar sushi şunu taktı. Bırak muşin bittiğim katı istedim. Tut balık.